Қайырлы күн, эфирде Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Едулайф бағдарламасы. Хабарды жүргізуші мен Жазира Бегалы. Құрметті ата-аналар, 9-11 сыныпты бітірген балаларыңыздың болашағына уайымдап жүрсіз бе? Әрине, тегін білім беретін, диплом беретін колледж көп, бірақ болашақта жұмыссыз қалмайтын, маман даярлайтын оқу орны аз. Ендеше бүгінгі бағдарламада Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі жайында сыр шертеміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы колледжде оқып әлемді бағындыр деп аталады. Ендеше бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бұл колледждің ерекшелігі ақылы бөлім жоқ. Сондықтан егер біздің колледжде кіл 5 деген бағамен оқыса, ол жаңағы шәкіртақының үстіне тағы да 15% қосымша алады. Әдемі жасау, үйлесімдіріп, киіндіру студенттеріміздің қолынан келеді. Білім алу тегін, ыстық тамақпен қамтамасыз етілген және шәкіртақы аласыз. Наша страна и наш город, где пользуется спросом обслуживание, сервис, вкус, да, и красота. Вот это все у нас есть в колледже. Мен ойлаймын, біздің колледждегі мамандықтардың сұранысы ешқашан жойылмайтын мамандықтар. Бұл колледждің ерекшелігі ақылы бөлім жоқ, оқудың барлығы тегін. Екіншіден, бұл колледждің білім алушылары Алматының танымал мейрамханалары, қонақ үйлері, демалыс орындары, сонымен бірге тігін фабрикаларында өндірістік тәжірибеден өтеді. Ал әрі қарай осы колледж жайлы студиямыздың қонақтары айтсын. Қош келдіңіздер, сәлеметсіздер ме? Енді бүгінгі студиямыздың қонақтарымен алдымен таныстырып өтейін. Гүлзира Жақсылыққызы Ұябаева, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары. Енді келесі қонағымыз Галина Викторовна Аганина, директордың оқу әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары. Ал келесі қонағымыз Күнібай Нұрлыбайқызы Омарова, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Студиямызға тағда қош келдіңіздер. Сұлулық пен сән әлеміне қызықпайтын бұрымды жоқ. Дегенмен талапкерлер неліктен сіздің колледжді таңдауы керек? Енді Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі, ол шығармашыл, сәнге жақын, жастарды білім алуға, мамандық меңгеруге шақырады. Енді әйел адамы болсын, ер адамы болсын, қазір әдемі болуды әркім армандайды. Яғни сіздердің шеберлердің арқасында әдемі болуға, әдемілікті үйренуге және көпшілікті әдемі етуге мүмкіндік бар. Иә, біздің мамандықтардың бәрі ол халыққа қызмет көрсету мамандықтар. Алып қарасаңыз, мысалы, әдемі жасау, үйлесімдіріп, киіндіру, соның бәрі біздің жаңағы студенттеріміздің қолынан келеді. Бастан аяқ жаңағы адамды образды жасап шығару, ол бірақ сол оқу орнынан жаңағы шығаруға болады. Ең бастысы сіздерде оқу тегін. Иә. Енді бір айтып кететіні, жаңа айтып жатырмыз ғой, Алматы сән және қызмет көрсету колледжі, ол түгелдей мемлекетпенен қаржыландыратын оқу орнының бірі. 80 жылға жуық тарихы бар, ақылы бөлім жоқ бізде. Бізге кімдер келеді? 9-шы сынып және 11-ші сыныптан кейінгі мектепті түлектері келеді. Енді 9-шы сыныптан кейін келген бала ол 15 жастағы жасөспірім. 9-шы сыныптан кейін, 11-ші сыныптан кейін келген жаңағы абитуриенттеріміз емтихан тапсырмайды, тест тапсырмайды ешқандай. Яғни аттестаттың бағасы ескерілмейді? Жоқ, ең бірінші ескерілетін ол аттестаттың бағасы. Бірінші әр алып келген білім құжатының орта баллы шығарылады, ол аттестаттың жаңағы бағасы. Содан кейін әр ата-ана менен, әр оқуға түсуші абитуриентпенен жеке әңгімелесу болады. Қабылдау комиссиясының мүшелері менен. Соның негізінде біз балаларды оқуға қабылдаймыз. Тағы бір сұрақ, енді Алматы сән және қызмет көрсету
колледж дейді, иә? Басқа өңірдің балаларының білім грантымен білім алуға мүмкіндігі бар ма? Әрине, ол колледж мысалы Алматы қаласында орналасқандықтан, ол тек қана Алматы қаласының балалары ғана білім алады деп айтпаймыз. Бүкіл Қазақстан Республикасының кез келген облысынан, кез келген районынан келіп, құжаттарын тапсырып білім алуға мүмкіншілігі бар. Енді сән, аспаз болсын, сіздер білім беретін шаштараз, сол оқуға түсер алдында арнайы байқаудан өте ме балалар? Шығармашылық байқау бола ма? Жоқ, ондай шығармашылық байқау жоқ. Бірінші қарайтынымыз баға, екінші ол баланың не дейді, талпынысы, өзінің қалауы, әңгімелесу арқылы, жаңағы қабылдау комиссияның мүшелерінің міндеті әңгімелесу арқылы баланың қандай арманы бар, қай мамандыққа оқығысы келеді, не үшін ол мына мамандыққа барғысы келмейді, мына мамандыққа барғысы келеді дегенде баланың ойын білу арқылы жаңағы көмек көрсетеміз біз мысалы. Сол бізде қалыптасып қалған көзқарас бар, иә, ел арасында. Колледжде кімдер оқиды? Колледжде, мектепте үлгерімі нашар балалар, немесе бұзық балалар оқиды деген көзқарас қалыптасқан. Жалпы кімдер оқиды колледжде? Жалпы енді бүйтіп қарасақ, айтады ғой жаңағы, мен енді айтпаймын, бізге оқуға келіп түскен балалар 100% өз қалауымен келді деп. Оның ішінде, болады, оның жасыратын несі бар. Мектептен сіз босата қойыңыз орынды, басқа колледжге барыңыз, оқу орныңызды ауыстырыңыз деген міндетті түрде ол айтылады. Сондықтан, біздің студенттеріміз арнайы таңдап, қарап келетін мамандықтар бар. Студенттеріміздің, өзіміздің, Ал кейбір балалар ата-ананың жаңа ұсынуыменен, қалай енді, бәрімізде ата-анамыз ғой, мысалы, баласына оқу тегін екен, сен осыған барасың, осы мамандыққа деп, баланың, біздің кейбір қателесетін жеріміз ата-аналардың, баланың қалауын ескермей қаламыз. Ондай уақыттар болады. Ал кейбір балалар әрине, әл-ауқатына қарай, тұрмыс жағдайына қарай, жаңағы, енді тегін оқу дегеннен кейін, Тегін оқу, тегін тамақ. Тегін оқу, тегін тамақ дегеннен кейін, олар деп ата-аналармен де келіседі, өзі де соны дұрыс деп ойлайды. Содан кейін барып келетін ондай жасөспірімдеріміз де бар. Бірақ сіздер сол қазақша айтқанда бұғанасы қатпаған бала алдыңызға келді. Өзі нені қалайтын, қандай мамандыққа барғысы келетін білмейтін әлі кішкентай жасөспірім. Сіздер оларға қандай бағдарды қалай бересіздер? Енді қараңыз, жаңа бізге әңгімелесуге келген бала, біз бірінші қандай мамандыққа барғың келеді, кім болғың келеді деген сұрақтан басталады ол. Мүмкін ол басында келгенде, енді қазір бізде заман талабына сай мамандықтардың аттары да өзгеріп жатыр ғой. Неше түрлі жаңа мамандықтар қосылып жатыр. Бірақ біздің мамандықтардың бәрі аты түсінікті. Атын айтқан кезде бірден белгілі болады ол қандай маман болатын, Сондықтан бірінші ол баламен әңгімелесу арқылы баланың неге бейім екені, қай мамандықты ұсынсақ болар екен, қай мамандықты таңдағаны дұрыс болады екен. Мамандық таңдау кейде адамның ол мінезіне де байланысты болады. Біздің дайындайтын мамандықтың бәрі ол, мектепте айтпаймын, барлық пәнді жақсы көреді деп. Кейбір балалар мектептегі пәннен қашып келеді. Енді қиын пәндер бар ғой. Бірақ олар бізге келгеннен кейін, біздің мамандықтың бар қолмен жұмыс жасайтын болғандықтан, айтады ғой, золотые ручки дейді ғой. Сол сияқты, мүмкін бала түсінбей тұрған шығар қандай мамандыққа келіп атқанын. Ал бізге келген кезде біз уже түсіндіруге тырысамыз балаға. Содан кейін бала ойланады, өзінің бір шешіміне келеді. Дегенмен де бізде ел арасында осы кәсіптік техникалық мамандарға деген көзқарас әлі де өзгермей жатыр десе де болады. Бірден біз балаларымыздың болашақта адвокат, заңгер, немесе бір әкім, мемлекеттік қызметте дөкей болғанын қалаймыз, дұрыс па?
өкінішке қарай баланың пікірімен ата-ана ешқашан санаспайды. Біз соны қалай өзгерте аламыз? Бұл жерде мен ойлаймын, бірінші кезекте ата-аналар баланың қызығушылығын байқау керек, ескеру керек. Сол таңдап отқан мамандығының осы өмірдегі сұранысына қарау керек. Яғни сұраныс деген не? Ол ертең ол мамандықты бітіргеннен кейін ол жұмысқа орналаса ала ма? Сондықтан мамандық таңдау әр баланың өміріндегі жауапты кезең деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі мен ойлаймын, қазіргі кез мен өзімнің де балаларым бар, немерелерім бар ғой. Балалар ерте жетіледі. Қазір ақпарат өте көп. Ол интернеттен де ақпарат алады, теледидардан да ақпарат алады. Сондықтан жан жақты мен ойлаймын, қазір бала өзінің мысалы мамандық таңдаса, соны жаңа интернеттен қарайды, сол мамандық не? Оны үйренгенде мен не істеймін? Мен оған білімім жете ме деген сондайға баланы итермелеу керек деп ойлаймын. Керісінше қолдау керек. Қолдау керек. Одан кейін біздегі мамандықтардың атын қараңызшы өзі. Бірінші тігін өндірісі және киімді модельдеу мамандығы. Бұл жерде біліктіліктер бар. Модельдер пішуші бар бізде, киім конструкторы бар. Бұл не? Адамға бізде сән колледжі деген ойлап мүмкін, сән деген ол тек подиумда жүру емес. Сән деген ол адамдарға қазіргі заманға сай, сәннің ағымына сай, әдемі киіндіріп, әдемі үлгіде киім тігіп, сен болашақта өзіңді, бірінші өзіңнің отбасыңды, өзіңнің бала-шаған кейін бала-шағасы болады, одан кейінгі адамдарды сәнді киіндіру. Сондықтан ол сұранысқа әрқашанда ие, соны ескеру керек тігінші. Одан кейін шаштараз. Біз әдемі болғымыз келеді, бетті әрлеу, кез келген жерге барамыз. Көшеге шыққанның өзінде шашымызды әдемелеп, бетімізді әрлеп шығамыз ғой. Ол да сұранысқа ие маман. Үшінші мамандық аспаз, оны айтып керек жоқ. Аспаз қазіргі заманда ресторан жүйесі дамыған заман. Одан кейін кез келген жерге демалуға барсаң да кез келген жерде аспаз керек. Тіпті қазір үйде тамақ пісірмейтін жағдайға жеттік қой. Тапсырыс бере саламыз. Одан кейінгі кондитер. Тағы да, кондитер, тәттілер. Тәттіні кім жақсы көрмейді? Ол кез келген мейрамда керек тәтті. Сондықтан мен ойлаймын, біздің колледждегі мамандықтардың бәрінің аты түсінікті. Қазіргі заманда сұранысы ешқашан жойылмайтын мамандықтар. Сондықтан ата-аналар ойланып, балаларына дұрыс бағыт беріп, осы біздің мына колледждегі мамандықтар осы замандағы сұранысы ешқашан жойылмайтын, сұранысы биік болатын мамандар екен. Жасанды интеллект ешқашан бәсеке болмайтын мамандықтар деңізші. Сондай, бәсеке болмайтын мамандықтар. Ол тіпті қыз балаларға жұмыс істемеген күнінде өзінің отбасының семьясына да тігінші тігіп білсе. Жоқ, шалбардың балағын қысқарту қазір 2,5-3 мың теңге. Үйде отырып табуға болады. Ол өзінің бюджетіне эконом жасайды ғой. Сондықтан ата-аналарға құлақ қағыс, біздің колледждегі мамандықтардың бәрі ешқашан сұранысы төмендемейтін, өмірге қажетті мамандықтар. Сондықтан біздің колледжге балаларыңызды әкелуге мен кеңес беремін. Келіңіздер. Енді қазір Алматы туризмнің ордасы болды десе де болады. Соңғы жылдары туристер көп келіп жатыр қалаға. Соған байланысты болар, сіздерде бармен мамандығын ашып жатырсыздар. Сонда арнайы бұл жұмыс берушілерден түскен ұсыныс па? Бұл бармен дегенді арнайы не үшін оқытайын деп жатырсыздар? У нас двойная квалификация будет, это официант и бармен-бариста. За 2 года 10 месяцев студенты получат уже базу 10-11 класса и также получат 2 квалификации, официант и бармен-бариста. Они могут, сейчас очень популярны, да, выездные кейтеринговые службы, да, выезжают, обслуживание проводят, работать в кафетериях, да. Сейчас, я думаю, кофе, утро начинается у всех с кофе, да. Лето — это сезон лимонадов, напитков, да. Еще кофе, разные сиропы надо, конечно, это уметь надо, да? Это целое искусство создания, да. И самое главное, что не только алкогольные напитки же сейчас больше популярностью, спросом требуются у нас
безалкогольные Да. напитки все. Это смузи, да, это молочные коктейли детям. То есть это сейчас мы видим абсолютно, да, почему специальность называется организация питания в сфере обслуживания. Как раз-таки вы говорите, туристы приезжают к нам, все хотят сервис, все хотят шикарное обслуживание, все хотят вкусной еды, все хотят быть красивыми, одетыми, чтобы внешность, что все красиво подали. Я думаю, что наша страна и наш город, вот прям это 100%, где пользуется спросом обслуживание, сервис, вкус, да, и красота. Вот это все у нас есть в колледже. Сіздердің оқу орнына барып, ана майлықты сәндеудің 1000 түрін білетін студенттеріңізбен жүздесіп қайттық. Сюжетті көрсек, қазір экранға назар аударайық. Алматының Райымбек даңғылында сән және қызмет көрсету саласы колледжінде білім алушылардың сабақта ұйықтап, есінеп отырған көрмесіз. 9-шы сыныпты бітірген оқушы шебердің әр қимылын жіті бақылайды. Бір аспаздың өзі, ол тек қана аспаз ғана болып шықпайды, сонымен қатар ол 5 түрлі салада да жұмыс істей алады. Атап айтқан кезде даяшы, кондитер де болып істей алады, бармен, бариста, сонымен қатар тағы да сомелье қызметінде атқарып істей алады. Мейрамханаға келушілерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру, яғни ол жерде сервировка жасау, таңғы түскі кешкі астарға, сонымен қатар скатерть, жаулықтарды төсеу, майлықтарды бүктеу, және де басқа мәзір құрастыра алады. Бір ғана майлықты сәндеудің 1000 түрі бар. Тамақтандыруды ұйымдастыру саласын таңдаған оқушылар 2-ші курстан бастап Алматының атақты мейрамханалары, қонақ үйлерінде, демалыс орындарында тәжірибе жинайды. Студенттердің 92% жұмысқа орналасады. Бұл колледждің өзгелерден ерекшелігі ақылы бөлім жоқ. Тегін оқып, өзің ұнататын кәсіптің майталманы атануға барлық баланың құқығы бар. Жалпы біздің колледжіміз Райымбек даңғылы бойынша орналасқан. Қаланың қай жағынан болса да Райымбек даңғылы бойында көліктер өте көп, жету өте оңай. Біздің колледжде 4 мамандық бойынша оқуға қабылданады. Бұл тігін өндірісі және киімдерді модельдеу мамандығы, киім дизайны мамандығы, шаштараз мамандығы және тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы. Стипендия бар. Тегін тамақпен қамтамасыз етілген, тегін оқиды. Бұл біздің колледж мемлекеттік колледж болып саналады. Жас маман бағдарламасы бойынша білім алған студенттерге жұмыс дайын дейді Гүлзира Ұябаева. Сондықтан емтихансыз оқуға түсіп, табысты мамандықты меңгеруге асық. Құрметті талапкерлер және 9-шы сыныпты тамамдаған оқушылар, сіздерді Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі оқуға шақырады. Білім алу тегін, ыстық тамақпен қамтамасыз етілген және шәкіртақы аласыз. Сондықтан құжат тапсыруға асығыңыздар. Біз әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Алматы жаңағы туристердің ордасы ғана емес, соңғы кездері отандық сән индустриясының астанасы деген мәртебесі болмаса да, жиі сән апталығы өтетін шаһарға айналды. Сондықтан жаңағы елімізде жеңіл өнеркәсіп қарқынды дамып келе жатыр. Бұны әлеуметтік желілерден байқап отырмыз, бірақ отандық өндірістің үлесі небәрі 8% екен. Енді сұрайын деген, сіздер жылына осы жеңіл өнеркәсіп саласына қанша маманды баптап ұшырасыздар? Биыл біз 427 түлек шығарамыз. Сол 427 түлектің 297-сі сол тігін өндірісі және киімдерді модельдеу мамандығы бойынша түлектер кетеді бізде. Сол тігін өндірісі жаңағы сән деп тұрсыз ғой, 250-300 адам көлемінде жыл сайын біз түлек шығарамыз. Яғни барлығы жұмыспен қамтамасыз етіледі. Бізде колледжімізде қазір дуалды оқыту жүйесі. Бұл дуалды оқыту жүйесі дегеніміз 60% өндірістік оқыту жүргізіледі. Сондықтан бұлар бірінші бағамнан бастап бізде өндірістік оқыту болады. Екінші, үшінші бағамда өндірістік орында жұмыс істейді. Яғни дуалды оқыту тікелей өндірістік орындармен жұмыс істеп, яғни колледж қабырғасында жүріп, балалар сол өндіріс орнында жұмыс істеп, сол өндірісте шыңдалып шығады. Енді кез келген ата-ананы толғандыратын мәселе ол қауіпсіздік. Балалардың қауіпсіздігіне қалай қарайсыздар? Кім бақылайды? Әлімжеттік,
бірін ұрып соғу деген жоқ па? Енді әрине оқу процесі жүріп жатқан кезде балаға тікелей оқу орны жауапты. Оқу орнының әкімшілігі, әр топқа өзінің белгіленген, бөлінген мұғалімдері бар, педагогтары бар, оқу өндіріс шеберлері бар. Бос уақыттарында жауапкершіліктің бәрі ата-ананың құзыреттілігіне беріледі. Сабақ уақытында қауіпсіздік, ол таңғы сағат 7:30-да күтіп алған баланы біз жаңағы не деп айтсақ болады, кішкене бала сияқты жаңағы балалармен бірге сабаққа кіру, үзіліс арасында шығып қарау, балалармен бірге жүру, сыртқа қарай шығу, оның бәрі біздің немізде, біздің құзыреттілігімізде. Бейнебақылаулар орнатылған, кезекшілер қойылған, бар қауіпсіздікті балаларымыз аман болуы колледждің ішінде түгел қарастырылған, ұйымдастырылған. Жұмыспен қамту мәселесі 95% шешілген дедіңіздер. Енді бірақ үйінде ине ұстамаған, кісі үйінде кесте тігеді дей ме? Сіздер өмірінде қолына қайшы ұстамаған, немесе жұмыртқа қуырмаған балаларды қалай осындай кәсіби шебер маман қылып даярлайсыздар? Әлде құпиясын бөлісуге болмай ма? Болады ғой. Жоқ, енді мысалы оқу өндіріс шебер дегеніміз ол екінші анасы деуге болады ғой. Баланы күтіп алып, сабақ біткенше қасында болып, шығарып салып, өндірістік сабақты өткізіп, өндірістік сабақ дегеніміз ол балалардың мысалы шеберханада бәрін қолмен жасайды. Киім тігетіндер киім шеберханасында. Қауіпсіздігін бәрін бақылап отырасыздар. Бір жерін кесіп алмасын, қиып оның бәрі алмасын. бізде ұйымдастырылған, қауіпсіздік ережесі бар. Әр жаңа не дейді ғой, жұмыс орнында қауіпсіздік ережесі бекітілген. Сол жерде бала ашып қарап оқып отырады. Одан басқа біздің қауіпсіздік журналдарымыз бар. Әр сабақты бастамас бұрын 5 минут 10 минут қауіпсіздік ережесіне міндетті түрде ол көңіл бөлініп, қайталап айтылып отыратын нәрсе, әр сабақта айтылып отыратын нәрсе. Мен сол сұрақ қойын деп отырмын, шаштараз, бет әрлеу, тырнақ әрлеу мамандары соңғы кезде сұранысқа ие. Тіптен алдын ала жазылмасаң, ешқандай салон сені кіргізбейді де, келмеңіз, бізде бос емес деп шығарып салады. Сондықтан сіздердің шаштараздар қазір бірден жұмыс тауып кете ма? Бітіргеннен кейін қанша жыл оқиды олар? Обучается, значит, у нас парикмахер-стилист, шаштараз-стилиста. И макияж Да, 2 жасайды. года, 10 месяцев. По программе они выполняют прически, стрижки, окрашивание, легкие укладки, вечерние, свадебные. Соответственно, собирают полный образ. Также еще советуют, то есть макияж легкий, коктейльный, дневной, вечерний, свадебный проходит тоже. В рамках факультатива проводят. А также мы еще первые курсы про мотивацию говорили, мы им включаем, вот как они к нам поступили, чтобы они не только продолжали изучать языки, математику, да, общий образовательный модуль. Мы им сразу же в кружок их заводим, и они сразу же садятся выполнять макияж, делать стрижки, укладки. То есть первые навыки для того, чтобы вот огонь в глазах горел, чтобы у них к профессии появился интерес, любовь, и дальше они уже в спецдисциплины входят намного спокойнее. Потому что если они долго учат общеобразовательные предметы, ждут, когда же они начнут что-то делать, и когда практика начинается, и клиентов не могут найти. Поэтому мы всегда просим, что ваши первые клиенты — это семья ваша, ваши родители, приглашайте, отрабатывайте, и тогда вырастут профессионалы. У нас 100%... Енді Галина Викторовна, осы жерде жарнама жасап жіберейік. Егер шаштарыңызды тегін қиғызып, тегін қиып, бояу жасайсыздар ма? Бетіңізді әдемі қылып әрлеп берсін десеңіздер, осы колледжге баруға болады. Шаш қию тегін, бет әрлеу тегін, бірақ оны студенттер жасайды. Қала қонақтары мен қала тұрғындары тегін қызметті пайдаланыңыздар, және студенттердің еңбегін бағалап әлеуметтік желілерде жарнама беріп жариялаңыздар. Ендеше сіздердің сол шаштараз мамандықтарының оқу барысын бірге көрдік, қызығып, өзімнің де шашымды үтіктеп берді. Сол сюжетті бірге көрейік.
Сән әлемде сауатты және білікті тәжірибелі мамандар тапшы. Әсіресе шаш құю, бояу, сәндеу ғана емес, шаштың құрылымын, оның күтімін білген шаштараш үшін сән индустриясының қақпасы ашылады. Сән және қызмет көрсету саласы колледжінде оқыған маманның ерекшелігі бет, тырнақ әрлеуге де машықтанады. Бет әрлеуде және тырнақта әрлеу жұмыстары, бәрі жұмыстар жүргізіледі. Бізде қандай да бір жұмысты орындамастан бұрын біз балаларға шашының құрылысын, диагностикасын жүргізу арқылы жұмыстар бастаймыз. Одан кейін ары қарай шашының құрылысына қарай, шашының ұзындығына қарай бір шаш үлгісін, бет әлпетінің формасына қарай, пішіндеріне қарай жұмыстар орындап, қызметтер жүргізіліп, жұмыстар орындалады. Колледжді бітіргеннен кейін бізде көптеген жұмыс берушілеріміз бар. Соның бірі бізде Ерлан Айнабеков, агенция Рыжик, СП салондары, Сара деген осындай сән салондарымыз бар. Жұмыс берушілер сол жерге біз жұмысқа тұрғызамыз, кейбір студенттер. Шаштараздар 2 жыл 10 айда диплом алып, бизнес ашып, сән әлемінде топ жарып жүр дейді шеберлер. Бүгін біздің студиямызда Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжінің директорының орынбасарлары қонақта. Сондықтан бүгін сізді қызықтырған сұрақтар болса, біздің YouTube арнаға пікір қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Енді Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі бұл сұлулық пен кәсібилік тоғысқан әдемі мекен. Егер өз болашағыңызды жарқын еткіңіз келсе, таңдауды әзірден бастаңыз, әрекет етіңіз. Өйткені болашақ тек өз қолыңызда. Біз хабарымызды жалғастырайық. Егер баланың ешқандай таланты болмаса, сурет сала алмаса, тігін тіге алмаса, үйрете аласыздар ма оны? Бізде негізі бүкіл мамандық бойынша, бағдарлама бойынша арнайы сурет деген пән бар. Егер бала сол жерде сурет салудың бастамасымен ол үйретіледі. Одан кейін міне қараңызшы, бізде колледжге келеді ғой. Сол колледжде біз мектепте оқитын, жалпы білім беретін пәндерден бастаймыз. Сондықтан балалар бізге мамандық алуға келгенін сезіну үшін біз бірінші бағамынан бастап міндетті түрде арнайы пәндерді мамандық бойынша қосамыз, ондан кейін өндірістік оқытуды қосамыз. Балалар қай тілде білім алады? Екі тілде. Қазақша, орысша. Мен байқағаным, сіздерде алматылық студенттер көп екен, Иә, көп. Қай өңірлерден тағы студенттеріңіз бар? Енді қараңыз, биылғы жаңағы мемлекеттік тапсырыс бойынша біздің сұрап отырған студенттеріміздің саны ол 450 студент биылғы жылға қабылдаймыз деген жоспарда отырмыз. Соның ішінде 450 студенттің 400-і 9-шы сыныптан кейін, 50 студент 11-ші сыныптан кейін. Кез келген біліктілік бойынша бізде барлық топтардың бәрі қатарымен жүреді. Ол қазақ тілінде, орыс тілінде, екі тілде де, әрине араластырып емес, әр тілдің топтары әр бөлек болады. Енді тағы бір сұрақ, осы жақын күндері құжат қабылдау науқаны басталады. Ата-анаға, балаларға қандай құжаттарды жіберу керек, әзірлеу керек, қайда жіберу керек, кімге хабарласу керек, сол жайында толық ақпарат берсеңіздер. Қабылдау комиссиясы жұмысын 25 маусым күні бастайды. Жаңа айтып кеткенде, бізге келетін абитуриенттің бәрі ол кәмелеттік жасқа толмаған жастар, жасөспірімдер. Сондықтан құжаттарды оқу орнына алып келіп өткізіп тапсырар кезде міндетті түрде қасында ол заңды тұлға, ол әкесі болмаса анасы болу керек. Егер ата-анасы болмаған жағдайда, мысалы басқа қалада неше түрлі жағдайлар болады ғой, онда міндетті түрде осы Алматы қаласында ол жасөспірімге, кәмелеттік жасқа толмаған жас балаға жауап беретін адам болу керек. Оның қолында тек қана адам емес, оның қолында тек сенім хаты болу керек, міндетті түрде. Өйткені ол біздің қойылатын бірінші талаптарымыз. Ешқайда электронды тапсырмайды. Колледждің қабылдау комиссиясы азанғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс жасайды. Сенбі күндері сағат 9-дан 2-ге дейін жұмыс жасайды. Құжаттардың барын жинап тізімге сай
тізімге сай болғанда ол міндетті түрде жаңағы 9-шы болмаса 11-ші сыныпты бітірген туралы білім туралы құжаты. Аттестат. Аттестат деп айтамыз ғой енді. Білім құжаты, содан кейін 3-4 суреті, медициналық анықтамасы. Медициналық анықтама 0,75 керек, иә? Иә, 0,75. Бұрын 0,86 болатын, қазір 0,75. Міндетті түрде флюропленкасы болу керек. Содан кейін жаңағы туу туралы куәлігі болмаса, жаңағы анау жеке басының куәлігінің жаңағы көшірмесін алып келеді міндетті түрде. Осы құжаттардың бәрін жинап алып келіп, қабылдау комиссиясына құжаттарын тапсырады. Міндетті түрде өтінішті жазған кезде бала өзі жазады. Бірақ жауапты тұлға қасында міндетті түрде болу керек. Тек қана жаңағы кәмелеттік жасқа толмаған бала құжатын өзі алып келетін болса, біз онда ол баланы қабылдамаймыз. Міндетті түрде жауапты адам болу керек. Шәкіртақының құны қанша? 43 мың. 43 мың. Тағы қандай жеңілдіктер бар? 43 мың шәкіртақы алады. Одан кейін бірінші бағамда желтоқсан айына дейін барлық бірінші бағам студенттер шәкіртақы алады. Екінші семестрді, бірінші семестрдің қорытындысы бойынша 4-5-ке бітіргендер шәкіртақы ілінеді. Үздік бітіргендер сол 43 мыңның үстіне 15% қосылады. Ол жоғары шәкіртақы алады. Одан кейін бізде тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Осы біздің жеңілдіктер. Сондықтан егер біздің колледжде 5 деген бағамен оқыса, ол жаңағы шәкіртақының үстіне тағы да 15% қосымша алады. Тағы бір сұрақ, жасанды интеллект өміріміздің бір бөлшегіне айналып келе жатыр. Бұған дейін интернетсіз өмір сүре алмаймыз десек, енді жасанды интеллектсіз біз қазір кез келген шығармашылықты дамыту мүмкін емес. Өйткені кез келген ақпаратты іздеген кезде ең бірінші жасанды интеллект жауап береді. Сіздердің қай мамандықтар бойынша осы жасанды интеллектпен оқыту енгізілді оқу бағдарламасына? Киім дизайна. Во все? Но больше. Почему? Потому что у них компьютерное моделирование есть предмет. Киімде? Да. Они моделируют прям и создают дизайны. На планшетах, мудбордах работают. Сейчас это очень современно. Парикмахеры могут только образ подобрать, но это все равно контакт с клиентом, да, ручной труд. Все-таки у нас больше все мы ремесленники в основном. Сіздердің түлектеріңіз тек қана шашты қиып, бояп, сау болыңыз деп шығарып салмайды. Сән үлгісін ғана жасамайды. Сіздерге осы шаштың күтімі бойынша да кеңес беретін нағыз майталман шеберлерді дайындап жатырмыз деңіздер. Енді біз келесі сюжетті тамашалайық. Оқу үдерісінде бізде дуальды оқыту жүйесіне үлкен мән береміз. Осы жүйе барысында балалар бірінші курстан бастап осы өндірістік орындарда практикадан өтеді. Теориялық білімдерін практикамен ұштастырып отырады. Қазіргі таңда бізде колледжімізде жаздық лагерь өтіп жатыр. Біз мектеп оқушыларын профориентациялық жұмыстар барысында колледжға жаздық лагерьге шақырып, осы жерде әртүрлі мастер-класстар көрсетеміз. 3-ші курс студенті Бағдар Жарқын жазғы лагерге келген оқушыларға шеберлік дәрісін өткізді. Оларға дәмді пицца пісірудің құпиясын үйретті. Алматыда туған Бағдаттың таңдаған мамандығын ата-анасы құптамайды. Олар ұлының заңгер немесе адвокат болған қалаған екен. Отбасының қарсылығына қарамастан колледжі де мамандықты да өзі таңдаған Бағдаттың биыл өткен байқауда бағы жанды. Қазіргі таңда мен Алматы бойынша өткен WorldSkills байқауының бірінші орын алған жүлдегерімін. Осы жарыста мен көптеген модуль арқылы тамақтар жасаған болатынмын. Яғни ішінде крем-суп, пюре бар, мясо, неше түрлі курицадан неше түрлі тамақтар жасаған болатынмын. Бәрі ойлайды қарапайым мамандық деп, бірақ шын мәнінде бұл мамандық арқылы көптеген белестерге, жетістіктерге жетуге болады. Ең бастысы ол адамның өзінің талпынысы, өзі қаласа әрине бәрі болады. Сондықтан да осы біздің колледжді таңдап, біздің колледжге түстеңіздер болады. Әрине өзім таңдадым. Өзім бала кезден сүйіп таңдаған мамандығым көбінесе юрист, адвокат, сондай гос жұмыстар. Керек жоқ дедім.
Құрметті көрермендер, эфирде Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Edulab бағдарламасы. Біз хабарымызды жалғастырамыз, ал сіздер YouTube арнамызға тіркеліп, сіздерді толғандырған сұрақ болса, міндетті түрде төменде пікірге жазып кетіңіздер. Енді біз ары қарай жалғастырайық. Егер студент оқу барысында өз мамандығынан жаңылысып, мысалы ол дизайнерлікке барды, бір жылдан кейін, немесе 8 айдан кейін ол аспаз болғысы келеді. Сол кезде ауысуға мүмкіндік бола ма? Сол жерге енді мен қызығып тұрмын, мен мынада оқуым келмейді дегенде жағдайын жасаймыз, ауыстырамыз. Бүгінгі сюжеттің кейіпкері Бағдат Жарқын республикалық чемпионатта бірінші орын алса, оқу орнына, университетке түсуге тегін жолдама беріле ме? Қандай сыйлықтар алады? Енді біз қазір мынау нелермен меморандум жасағанбыз универлермен. Бізде бар немен Абай атындағы университет меморандум, сосын атумен бізде меморандум бар. Енді қазір сол бағдарлама әзірлеу үстінде біздің колледжді бітіріп, сол универдің екінші бағамына түсу деген әңгіме болып жатыр. Енді сол бекітілсе жақсы болар еді. Ірі компаниялармен жұмыс істейді екенсіздер. Яғни серіктес компания ол сіздердің болашақ студенттеріңізге жұмыс беруші. Олардың өздері арнайы келіп сіздерге бізге маманды осы бағытта оқытыңыздар деп өтініш білдіре ме? Серіктестеріңізбен қалай жұмыс істейсіздер? Целевой госзаказ увеличивается согласно дорожной карты. Это когда предприятия запрашивают к себе кадры. Это целевой госзаказ на самом деле. У нас есть крупные предприятия, это Казлехпром, КЗСП-ОН, Endeavory, с которыми Бұл компаниялар қалай деп аталады? Немен айналысады? Это швейное производство, моделирование одежды и дизайн одежды по 2 специальностям. И там именно проходят у нас студенты практику дуального обучения, трудоустраиваются они, и там же остаются работать. Но в то же время они там заработную плату еще получают. Қарап отырсам, соңғы кездері жұмысшы мамандықтарына сұраныс артып келе жатыр. Сіздердің жаңағы болашақ студенттеріңіз мынау көптеген байқауларға қатысады екен. Оны сіздер өздеріңіз қаржыландырасыздар ма, әлде студенттер өзі қалтасынан шығындап үлкен байқауларға бара ма? Вообще подушевое финансирование на каждого студента выделяется. Согласно всем дорожным картам и приказам, WorldSkills конкурс считается на нескольких уровнях: региональный, республиканский и международный. Соответственно, победители финансируются. Также ищем спонсоров для подготовки, социальных партнеров, где они на базах прям практикуются именно с практиками и с полным сопровождением принимают участие. Есть онлайн-конкурсы. Сейчас очень большое сотрудничество проходит с Китаем, да? И у них есть такой конкурс, «Шелковый путь» называется. И некоторые наши специальности, швейное производство, дизайн одежды, повара, в онлайн-формате проходят, ставят камеру, они у нас на базе все выполняют. И зато статус у нас в этом году только за этот учебный год 35 студентов приняли участие и призовые места в международном конкурсе. Енді келесі сюжетті тамашалайық, өйткені біздің уақытымызда тығыз. Алматы сән және қызмет көрсету колледжінің 80 жылдық тарихы бар. Оқу орнының шеберлері тіккен көйлектер Парижде өтетін көрмеге аттанады. Тігінші, шаштараз, аспаз және тамақты ұйымдастыру саласында сұранысқа ие кәсібилердің шеберлігін шыңдап, біліктілігін арттырады. Биыл 435 студент диплом алып, еңбек нарығында өзі армандаған асуларды бағындыруға аттанады. Біздің бір артықшылығымыз қандай? Ол тегін оқу, мемлекеттік шәкіртақы, стипендия, тегін бір мезгіл ыстық тамақ. Содан кейін балаларға жұмыс жаңағы оқуды аяқталғаннан кейін, диплом алғаннан кейін 100% жұмысқа орналастыру. Өйткені біздің колледжіміз 100% дуалды оқыту жүйесіменен жұмыс жасаймыз. Ол 60-та 40, 60% практикалық сабақ және 40% ол теориядан алған білімдерін өндіріс орнына барып, ары қарай бекітеді.
Сонымен қатар сырт жақтарда, сырт мемлекеттерде, шетелдерде тәжірибе өту, өндірістік тәжірибені өту. Сонымен қатар жаңағы ары қарайда жалғастыруға Қазақстанның кез келген жеріндегі жаңағы жоғарғы білім алу орындарына ары қарай барып оқуларын жалғастыруға мүмкіншіліктері бар. Оқу орнында студенттер кәсіптік техникалық білімді бойына сіңіріп, Алматының алпауыт компанияларында өндірістік тәжірибеден өтеді. Қазақстанға танымал аспаз дизайнерлердің шеберлік дәрісіне қатысып, халықаралық байқауларда бақ сынайды. Бізде негізі модульный обучение деп аталады. Бізде модуль бойынша оқытамыз. Әр модуль, мысалы, әлем халықтарының тағамдарын, әр түрлі кухняны оқытып отырамыз осы колледжда. Одан кейін 3-ші курстан бастап біздің колледж Алматы Қазақстан қонақ үйі, Риксис, Нәзік, Құлпынай секілді ірі кәсіпорындармен серіктестік орнатып, 3-ші курстан бастап білім алушыларды кәсіптік практикадан өтуге жібереміз сол жақтарда. Сол жақтардың мықты шеф-поварлармен бірлесіп, балалар практикадан өтеді. Жалпы шаштараз, дизайнер, бармен немесе аспаз мамандығын ауылдан келіп оқитын балалар бар ма? Әлде тек қалалықтар ма? Жоқ, ол енді шектеу жоқ. Қалаған кез келген жасөспірім біздің оқу орнына келіп тапсыра алады. Біз ешқашан оны бөлмейміз. Қаланың баласы, даланың баласы деп, мысалы, мен айтпаймын, біздің студенттеріміздің бәрі 100% қаланың балалары деп, мысалы. Бізге өте көп келеді Алматы облысынан. Кез келген баланы таланты болса, өзінің қалауы болса, өзі таңдап келіп тұрған мамандығы болса, біз әрқашанда қабылдауға дайынбыз. Және сіздердің колледж жайлы не айтуға болады? Бүгін не айтылмай қалды? Бәрін айтқан сияқтымыз. Біздің колледжге келсеңіз, жан-жақты білімді, қабілетіңіз жоғары, сұранысқа ие, жақсы мамандық иелері боласыздар. Келіңіздер бізге оқуға. Сіздердің колледж жайлы ақпаратты қайдан алуға болады? Соны тікелей айтып кетсеңіздер. Сайтымыз бар, одан кейін Инстаграм жүйесі. Парақша. Қалай деп аталады? Акмисо деп Facebook, Instagram, TikTok, Threads. бәрі бар. Жаңағы жұмыс телефоны ғана емес, сонымен қатар ұялы телефон да бар. 8-747-373-71-28 нөміріне WhatsApp-қа жазып та, звондап та хабарласуға болады, бүкіл ақпаратты. Бірақ біздің бүкіл ақпараттың бәрін, егер біздің Instagram парақшаға кірсе, бүкіл ақпараттың бәрі Instagram парақшада тұр. Осымен колледж жайлы барлық ақпаратты айттық, толағай табысқа кенелемін деп, өзінің бойындағы шабытын әрі қарай шыңдаймын, арманымды бағындырамын деген жастардың сұхбатын да көрсеттік. Бұл шынайы сұхбат, колледждің шынайы өтіп жатқан күнделікті шеберханадағы тіршілігі. Сондықтан сіздер егер болашақта сән әлемінің жұлдызы немесе әлемге танымал аспаз немесе мықты кәсіпкер болғыңыз келсе, бүгіннен бастап әрекет етіп, өзіңіздің таңдауыңызды жасаңыз. Яғни таңдау сіздің қолыңызда. Енді Алматы сән қызмет көрсету саласы колледжінің өмірімен, заманауи шеберханасымен және болашақта өз әлемін тапқан, жоспарын құрған жастар секілді сізде сән әлемінің трендін біліп, сол қызмет көрсету саласының ең мықты маманы болам десеңіз, құжаттарыңызды ойланбастан осы колледжге тапсыруға асығыңыздар. Өйткені 25 маусымда оқу орнының қақпасы ашылады. Таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін құжаттарыңызды тапсырып, өзіңіз адаспай мамандықты таңдаймын десеңіз, міндетті түрде сізге ол жерде кәсіби мамандар, білікті ұстаздар кеңес береді. Сондықтан
Біз сіздердің пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды осы YouTube арнамыздан күтеміз, жауап береміз. Сондықтан бізге берілген уақыт тамам. Мен Жазира Бегалы, сіздермен қоштасамын, ал сіздерге осы алтын уақыттарыңызды бөліп, мына көптеген ата-ана қазір қайда барарын білмей, маңдайын тасқа да, тауға да соғып жүрген жастарға бағдар бергендерің үшін шексіз алғыс айтамын. Өйткені дәл қазір сіздердің оқу орнын оқыған балалар ешқашан келешекте жұмыссыз қалмайтынына мен де сенемін. Өйткені бізде аспаз тамақ пісіреді, дизайн, сән, киімді модельде ол біз ешқашан жалаңаш жүрмейміз, киім керек, тамақсыз жүрмейміз, және әр адамның әдемі болып өмір сүргісі келеді. Сондықтан шаштар аз да жұмыссыз қалмайды. Сондықтан сіздердің еңбектеріңізге табыс тілеймін. Әрдайым осындай Қазақстанның еңбек нарығына талантты, мықты мамандарды даярлай беріңіздер. Өйткені бұл мамандардың орнын ешқашан жасанды интеллект, ақпараттандыру, автоматтандырылған жүйе немесе роботтар алмастыра алмайды. Еңбектеріңіз жана берсін. Ал енді біз келесі кездескенше сіздермен қоштасамыз.